народной поэзии столетнего Джамбула не ждали. Он уже давно не покидал своего тихого особняка в Кастекской долине. Там, в уединении, нанизывает он в песни жемчужины слов. Ол Абайдың құрдасы, көзі тірісінде Гомер атанған алып ақын атамыз Жамбыл дүниеге 2 рет туып келген адам. 9 ай 9 күнде ана құрсағынан туды. 90 жасқа келгенде заман құрсағынан тағы бір туды. Анада алалық жоқ қой, қай баласын болса да мерзімді күні жарық дүниеге келеді. Қазақтың Гомерін туғызу үшін заман 90 жыл толғатты. Ғабит Мүсіреповтің «Феномен Феникс» мақаласынан үзінді. 1971 жыл. Алматы облысы Жамбыл ауданы Жамбыл ауылында орналасқан Жамбылдың әдеби мемориалды музейі. Бұл жыр алыбының өмірінің соңғы жылдарында, яғни 1938-1945 жылдары тұрған үйі. 1938 жылы ақын шығармашылығының 75 жылдығы тойланады. Мерейтойға орай Қазақстан үкіметі Жамбылға осы 12 бөлмелі үйді салып береді. Ол кезде Жамбылдың жасы 92-де болған. Сондықтан үкімет оған жеке дәрігер, медбике, аспаз және көлік жүргізушісінде тағайындаған. Астына М1, МК маркалы көлік мінгізген. Сол уақытта мұндай автомобиль күллі Қазақстан бойынша 6 адамда ғана болған. Сол кездегі атаның тұрмыс тіршілігі мынандай болды деген мақсатпен 12 бөлменің 6 бөлмесін сол өзінің көзінің кезінде қандай болды сол күйінде сақталған. Енді үкімет үйдің өзін ғана бере салмаған, сол сияқты дүние жиһазымен кіргізген. Қазір енді сол 6 бөлменің 5 бөлмесіндегі тұрған дүние жиһаздың бәрі өзінің жаңағы тірі кезіндегі өзінің отырған орны, жатқан төсегі дегендей, өзінің киген киімдері. Қазақстан үкіметі Жамбыл Жабаевты 1936 жылдан бастап қамқорына алады. Сол жылы сәуір айында Алматы қаласында қазақ ақындарының сүлеті өтіп, сонда 90 жастағы Жамбыл туған елім деген толғауын шығарады. Кейін ол толғау Павел Кузнецовтың аудармасымен Правда газетінде жарық көреді. Осылайша Жамбылдың даңқы жалпақ елге таралады. 1936 жылдың мамыр айында Жамбыл Жабаев Мәскеуге барып, қазақ әдебиеті мен өнерінің алғашқы 10 күндігіне, яғни декадаға қатысады. Әншілерді, әртістердің бәрін таңдаған декадаға барады. Енді ақын онан кім бастап барады дегенде әртүрлі пікір болыпты. Жамбылдың тіл ашы болған ғой. Ол кісі бірдеңені айтып білдіруі мүмкін Кремльде. Абай болайық, апармайық қояйық деген екен. Ақыры ойысып әңгіме Жамбылға тоқтапты. Жамбыл баратын болған. Сөйтіп қазекең емеспіз, қазақпыз ғой енді. Сол қаттан бұрын Кремльге неше түрлі арыздар жетіпті ғой. Ойбай, Жамбыл дейтін ақын жоқ. Бұл ойдан құрастырылған адам. Бұл ертегі бұл. Әлгі арыздардан кейін Мәскеудегі орталық комитет Мұхтар Әуезовпен достығың бар ғой деп, белгілі жазушы Леонид Соболевті Қазақстанға жібереді. Оны әуежайдан Мұхтар Әуезов пен Әбділда Тәжібаев күтіп алып, Жамбыл ауылына алып барады. Жолда келатып, жаңағы Соболев айтыпты. Мұхтар Омарханов, мен өте асығыспын. Мен ештеңеге қарамаймын. Жаңа кісіні көрсем, болды. Сізден естім ғой енді. Мұқан айтыпты, ойбай, ол ақын олды. Жамбыл барды. Келеді. Сосын Жамбыл атамыз төгеді өлеңді. Әуезов аударып отырады. Бір күн қонады. Кетем деген адам. 2 күн қонады. 3 күн қонады. Содан кейін әрең шығады сөйледім. Сонда Соболевтің айтқан сөзі бар. Егер көзіммен көрмесем, мынандайда адам болады дегенге сенбес едім. Бір өзінің басында миллиондаған жыр бар екен, тұрады екен, жатқа біледі. Не деген феномен адам? Мен қазақ болсам, тек Жамбылмен ғана бірге болар ем. Аузынан шыққан сөзін жаза беререм деп,
Леонид Соболев таңданып кеткеннен кейін, Жамбыл Жабаев Мәскеуге барып, домбырасын қолынан тастамастан толғауларын жырлаумен болады. 10 күндік қорытындысында жыр алыбы еңбек қызыл ту орденімен марапатталады. Мәскеуді қабылдайды, Кремльде келген кезде кіріп отырады. Сосын кейін жалпы Ғабит Мүсірепов айтады, Жамбылдың ар жағында сыншыл сатирик жатады деп. Ол әр нәрсеге сын көзімен қараған. Анау Сталин қайда келдегі сәлем бермейді дейді. Ол жасы үлкен адам. Жәке деген үйренген адам. Сондықтан да ал Сталин ол да таулық. Оларда ұлтында да үлкен сыйлау басым. Бет үлкен алдынан кесіп өтпейді. Жамбылға басын изеп амандасады. Соны бәрі жазған осында. Сосын кейін мынауын кім деп сұрайды? Қасым Тоғызақовтан. Бұл Сталин ғой дейді. Сол жолы Жамбыл Жабаевтың Кремльде намаз оқығаны туралы әңгіме ел ішінде еміс-еміс айтылады. Біреулер мұны аңыз деп те жүр. Ал Жамбыл танушылардың сөзінше шын мәнде солай болған. Сосын кейін барып, ал енді Қасым Тоғызақов айтады, мен намазым кеп қалды, мен намазымды оқимын дейді. Сөйтіп пешпетін шеше бастайды, ана оққағарлар жүгіріп келеді де, сосын кейін Қасым Тоғызақов аударады. Бұл кісі осындай діндар адам, ескі адам, бұл кісі атеист емес, бұл намаз оқиды. Олар жүгіріп барып Сталинге айтады. Сталин басын изейді. Кім? Калинин жақтырмайды. Жақтырмаған Жамбыл көреді, мына теке сақалың кім дейді. Калининді теке сақал дейді. Сөйтеді да намазын, пешпетін жайып жіберді, намаз оқиды. Бұл шындық. Кремльде, жалпы мұсылман әлемінде, Кремльде намаз оқыған Жамбыл. Жамбыл Жабаев Мәскеуге барып келгеннен кейін оған әдеби хатшылар тағайындалған. Оларға жыр алыбының шығармаларын жазып алу тапсырылған. Әдеби хатшылар ақын үйіне кезекпен келіп, мұна бөлмеде жатып, мұна кабинетте жұмыс істеген. Мұнда ақынның кішігірім кітапханасы сақталған. Ол өзі хат танымаған, бірақ әдеби хатшылары оған түрлі кітаптарды оқып беріп отырған. Қарт Жамбылдың қазына кеудесінен төгілген жырлары 1936 жылдан бері қарай қағазға түскен. Туған елім толғауын ең алғаш жазып алған ақын Әбділда Тәжібаев. Одан кейін Қалмахан Әбдіқадыров, Тайыр Жароков, Ғали Орманов, Қасым Тоғызақов, Қапан Сатыбалдиндер жыр сүлейінің жанында болып, жырларын жазып отырған. Жамбылдың жыры сол СССР көлемінде оны білмейтін адам қалған жоқ. Жамбыл ол одан бұрында мәлім болған. Мысалы, 1938 жылы Жамбылдың өлеңі Нью-Йоркта шыққан. Сонда әлем, сол кездерде, кеңес дәуірінде әлем, ол Қазақстан емес, бір Жамбылды айтқан. Жамбылдың даңқы солай болған. Сонда 1940 жылы 4 желтоқсанда жаңағы Жамбыл опера балет театрында. Міне Жамбыл, Мүсірепов Ғабит баяндама жасап тұр. Мынау жерде Шашубай Қошқарбайұлы, мынау отырған сол кездегі Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы жаңағы Жұмай Шаяхмет. Мың 1943 жылдың 4 желтоқсанда Алматы қаласында бірінші республикалық айтыс өтеді. Оған Қазақстанның әр қиырынан 90-ға жуық ақын жыршы қатысады. Жасы 100-ге жақындап қалған Жамбыл Жабаев төрден орын алады. Сонда Жамбыл осында үндеу жырын айтты. Алатаудан, арқадан ақындарым келіпсің. Тілдеріңнен балтамған сендер елге көріксің. Ертіс еділ лесір
бас қосқалы келіпсін деп жаңағы бүкіл сол кездегі қазақтың ұлы ақындары Нұрпейіс Байғанин, Шашубай Қошқарбаев, Нартай Бекежанов, Қуат Теребаев, Үмбетәлі Кәрібаев, Молдахмет Тырбиев, Орынбай Тайманов, жаңағы осылардың бәрі қатысқан. Болман Қожабаев. Жамбыл сонда грант баш жүлде алды. Бір түйе және 8.000 сом ақша. Народ любит своих акынов. Родина ценит мудрое народное творчество. Непревзойденному чеканщику слов Жамбулу почетный подарок одногорбый верблюд. 1936 жылмен Ұлы Отан соғысы басталудың екі арасында Жәкең 10.000 жолдан артық жыр шығарды. Ұлы Отан соғысының тақырыбына соғыстың 4 жылында Жәкең 3.000 жолдан артық жыр арнады деп жазады Сәбит Мұқанов өз естелігінде. Жамбыл Жабаевтың 90-нан асып 100-ге жақындаған шағында осындай қарқын танытуы, оның құбылыс, мәңгі жасайтын құбылыс екендігіне дәлел емес пе? Жамбыл Жабаев сол кезеңде өзі жас балаша өмірдің ағымына, өмірдің бағдарына сәйкес қайта туып, қайта жаңғырып, бір рухани сілкініс пайда болды ол кісіде. Сол рухани сілкіністі ол тек қана өзінің төңірегіне емес, бүкіл кеңестер одағына, бүкіл дүние жүзіне тарата білді. Сондықтан да біз Жамбылда феномен екендігін, оның жаңағы қайта түлеп, қайта шыққан, оттан шыққан феникс құсқа теңеуіміздің негізгі маңызы осында. Әдеби хатшылардың жазып алуы және құймағұлақ адамдардың жеткізуі бойынша бүгінде Жамбылдың 3000-ға жуық шығармасы белгілі. Егер ақын жырларын қағазға түсіру 1936 жылдан ертерек басталғанда, оның жауһар жырларының саны қазіргіден әлдеқайда көп болар еді дейді Жамбыл танушы ғалымдар. Бірақ оған заманның мүмкіндік бермегені де белгілі. Негізінен Жамбылдың шығармашылығын екіге бөліп қарауға болады. Яғни бірінші кезеңі сол тілмен айтқан кезде 16 жылғы ұлттық 16 жылғы патша өкіметінің үйін жарлығына дейінгі Жамбыл Жабаевтың творчествосы шығармашылығы, екінші кезеңі Жамбыл Жабаевтың октябрь революциясынан кейінгі кезеңі деп бөліп айтсақ болады. Жамбылдың 175 жылдық мерейтойы аясында республика бойынша 500-ге жуық әлеуметтік, имидждік, ғылыми, танымдық іс-шаралар өткізу жоспарланған. Осы орайда дала Гомерінің рухани мұраларын жаңа көзқараспен зерделеуге маңыз берілді. Себебі әлі күнге дейін Жамбыл совет кезінде тоталитарлық биліктің қолдауын көрген ақын деген түсінік айтылып жүр. Жамбыл шығармашылығы өте күрделі шығармашылық. Өйткені Жәкең ауызша шығарып, ауызша жырлаған ақындардың өкілі. Бірақ айту нұсқасы мен жазба нұсқа көп жағдайда сәйкес келе бермейді. Сондықтан дағы Жамбыл шығармашылығында әртүрлі басылымдарда әртүрлі жазылып, әртүрлі айтылып келген дүниелер бар. Жамбыл шығармалары осы күнге дейін оқтын-оқтын жарияланып келді. Айталық 1937, 1940, 1955, 1977, 1982, 1996, 2010, 2014 жылдары басылды. Ал енді осы жинақтарды зерделегенде ақын жырларының түрлі нұсқада берілгеніне көз жетеді. Сондықтан Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты ақын шығармаларының академиялық толық жинағын ғылыми айналымға енгізуге кірісті. Бұның негізгі мақсаты Жамбыл шығармашылығын толық ғылыми сараптан өткізіп отырып, текстологиялық зерттеулер жүргізіп отырып, ол Жәкеңнен қалған қолжазбаларды сараптай отырып, бұрынғы басылымдар мен кейінгі басылымдардың арасын жіктей отырып, жаңа академиялық толық шығармалар жинағының басылымын шығару. Енді академиялық
немесе ғылыми жинақтың басқа жинақтардан айырмашылығы оның ғылыми дәлдікке негізделуі. Текстология деген бұл ғылым үшін Жамбылдың шығармашылығы әр жылдар жарияланған қандай өзгеріске түсті, не себептен өзгеріске түсті, және қай жинақта қандай сөздер қысқарды, немесе қосылды, олардың не себептен қосылды, немесе қысқарды, түзетілді, жөнделді. Осының барлығын біз жаңағы ғылыми түсініктемелерде нақты мысалдармен артында көрсетеміз. Бұған дейін шыққан жинақтардың барлығында да түсініктемелер бар, бірақ бұлардың барлығы өте қысқа мәлімет түрінде ғана. Оларда текстология салыстырулар жүргізілген жоқ. Жамбыл музейінде және Алматыдағы мемлекеттік архив пен орталық ғылыми кітапханада Жамбыл шығармаларының араб, латын, кирилл әліпбиіндегі қолжазбалар сақталған екен. Жинақты құрастыру барысында осы қолжазбалар басшылыққа алына отырып, бұған дейінгі басылымдардың барлығы текстологиялық салыстырудан өткен. 3 томдық жинақтың бірінші томы ақын өлеңдеріне арналған. Жамбылдың 30 жылдары, 40 жылдары, 50 жылдары шыққан өлеңдері кейінгі бір томнан бір томға шыққан кезде әжептәуір қысқартуларға ұшыраған. Себебі ол кезде саясатқа байланысты, идеологияға байланысты қалыптасқан сөздер, тіркестер, мысалы социалистік қоғам, ұлы Ленин немесе партиямыз, Сталиннің аты сияқты соған байланысты кейбір сөздер кейінгі жинақтарында басқа сөздерге ауыстырылып, құрастырушылар тарапынан, кейін жазып алушылар тарапынан өзгерістерге ұшыраған. Жамбылдың өлеңдерін, мазмұнын, оның негізін, оның шығу тегін қарап талдайтын болсаңыздар, ол мақтап отырып, мақтамен бауыздау деген, яғни биомифологиялық талдау жүйесіне салатын болсақ, Сталинді көтере отырып, оның қандай саясат сол кезде қазақ халқына қаншалықты кері әсерін тигізгендігін жырлайтын өлеңдерін біз қазір тауып отырмыз. Сиясауыт қаламсыз, ой қозғаған домбыра, дәптер кітап қағазсыз, сөз қозғаған домбыра деп Жамбыл толғайды. Ақын қолының табы қалған домбыралардың үшеуі бүгінгі күнге жеткен. Біреуі Алматыдағы халық музыкалық аспаптар музейінде, ал екеуі осы Жамбыл музейінде сақтаулы тұр. Мына домбыраны Жамбыл 13 жасында ұстаған екен. Уа, Сүйінбай, лебізіңді ел күтіп тұр. Қасиетті кәрі домбыраңды кімге қалдырасың? Шәкіртіңнің атына да. Жамбылды шақырыңдаршы. Жамбыл, сен шақырасың. Жамбыл Жабаев 10 жасында қолына домбыра алып өлең шығара бастаған. Ал 13 жасында оған Жетісу айтыс өнерінің алтын діңгегі Сүйінбай Аронұлы бата беріп, әлгі домбыраны тарту еткен. Үлкен бір үміт артқан шәкіртім Қыран үміт. Халқын сүйген адал жанды азаматым, орнымды бассын. Менен де жүйрік ақын бол Жамбыл. Жамбыл кейін кездерде ойбай бала ақын емес, Жамбыл ананы мақтады, мынаны мақтады деген сөздер көбейді. Жамбыл ақын. Жамбыл ақын болғанда ұлы ақын. Бәріміз қадірлейтін Мұхтар Әуезовтің айтатын сөзі бар. Қазақ жыры ұлы далада ерекше дамыған, қазақ жыры бірте-бірте саябырсып, оңтүстік Жетісу өлкесіне Сүйінбай мен Жамбылдың төңірегіне топтасады дейтін сөзі бар. Жамбыл дала жырауларының дара дәстүрін, қазақтың суырып салмалық өнерін жаңа мазмұнда жаңғыртқан эпик ақын. Әуезов институты әзірлеген академиялық жинақтың 2-ші томында оның жыр дастандары беріліп отыр. Оның ішінде бұрын жарияланбағандары да бар. Кеңестік дәуірдің саясатына байланысты оның көлемді жыр дастандарына мән берілген жоқ. Сұраншы дастанында мысалы 40 жылы Кенесарыға байланысты оқиғалар болды оның ішінде. Сол айтылады Кенесарыға байланысты. 40 жылы сол толық жарияланды. Ал 1940 жылдан кейінгі жинақтардың ешбіреуінде, бәрінде де алынып тасталды. Менің
кемпірім сүйінбай, сөз сөйлемен сүйінбай, сырлы сұлу сөздері маған тартқан сүйінбай. Жаралыбының кейбір жырдастандары шәкірттерінің жазып алуы арқылы бүгінгі күнге жеткен. 20 ғасырдың басында Жетісу өлкесінде ақындардың шығармаларын жинау бойынша экспедициялар ұйымдастырылады. Сол кезде де ақынның біраз жырлары жазып алынған екен. Бірақ Әбдіжәміл Нұрпейісов айтпақшы, халық сөзінің алтын қоймасы Жамбыл көкірегіндегі қазынаны түгендеп алып қала алмағанымыз, әсіресе революцияға дейінгі шығармашылығының етек жеңін жия алмай қалғанымыз өкінішті ақ. 1922 жылғы терме жинағында Шамғали Сарыбаев Жамбылдың репертуарындағы бірнеше жырларды атайды. Соның ішінде 15 көрұғылы дастанның, бір көрұғылы дастанның өзін 15 күн, 15 түн айтады екен деп айтады. Сол секілді Жамбылдың қырғыз еліне қыз жібекті бірден бір таратушы деп айтуға болады. Өйткені қырғыз елінде осы күнге дейін бірнеше ыршылардың Жамбылдың айтуымен тараған бірнеше нұсқалары кездеседі. Дондырап бұрылайын әгілгай бұрымыма, оқсаттым туған айдың сынығына, Жамбылға жанарыңды бір қадаш, ей, қызықсың қырық жігіт қылығына, әгілгай, әгілгай, әгілгай. Жамбыл сол 19 ғасыр көзінде, 20 ғасырдың басында, 20 ғасырдың 20 жылдарына дейін қазақ еліне даңқы жайылған. Айтайын дегеніміз, 1913 жылы Романовтар династиясының 3 жылдығы өтті. Сонда Жетісу өңірінің ақындары, жыршылары, сал-серілері бәрі жиналғанда көрме болған. Сол суреттің ортасында отыр. Жамбыл төрде отыр. Жамбыл сол кезде халқы жұрты мойындаған. Алматы қаласындағы Мұқағали Мақатаев көшесінде орналасқан мына үйде 1919 жылы Жетісу ақындарының слеті өткен. Оған Жамбылда қатысып, жеңімпаз болған. Бір жігіт танып қойып Жамбыл деген сенсің ғой деп, кейуана қатын күйкі тұғыр тәрізді неменесін деп үйге итеріп кіргізді дейді. Сондағы Құлманбеттің Жамбылды көріп айтқан сөзі екен. Революцияға дейін Жамбылдың атын шығарған айтыс өнері. Әуезов институты әзірлеген академиялық жинақтың 3-ші томына ақынның мәтіні 150 беттей болатын 15 айтысы енген. Айтыстарының бағанағы әуелгі Үмбетәлі Кәрібаев жеткізген, Саят Керімбеков, Сабыр Шәріпов жазып алған, сол тұстағы 35 жылдары, 30 жылдардағы, 27 жылдардағы төп нұсқа қолжазба Жамбылдың тіпті өз аузынан жазып алған дүниелерді негіз етіп, нақты ғылыми принциппен сондай шығарылуда. Осы барыста көптеген дүниелердің өзгергені бұған дейін. Осы шығарма, осы айтысты дайындау барысында біз білдік. Құлманбет! Ағып жатқан сумен кетсең келішер, судан шыққан бумен кет, онда да кесірін тиеді. Қызарып батқан күнмен кет, күнде қайтып шығады. Оттан шыққан гүлмен кет, гүлден ауру жұғады. Қараңғы тұман түнмен кет, түнде қайтып келеді. Асқаралы таумен кет, тауды да қалып мекендер. Кесірін жұғар Құлманбет, қу пәлекет, арман кет ай. Жүрегімде ай табадай, жақсы күйді. Әббәс, не болды? Мысалы, Жамбылдың Құлманбетпен айтысын алар болсақ, әу баста қара сирақ, қалбағай, қара бала деп басталатын өлеңі мысалы. Құлманбеттің айтатын. Ал түп нұсқада ол мынандай. Қара қайрақ сияқты қара бала деп айтылады. Сонымен қатар 1931 жылы Сәкен Сейфуллин жариялаған Жамбыл мен Құлманбеттің айтысы 40 жылдан бастапқы жинақтардың ешбірінде кездеспейді. Өнерін көрелі Жамбылдың қандай дейсіңер? Жақсы жайсаң қолқа салып отырса, ай салып қаймығатын біз емеспіз. Сарбастай сыннан өткен алғыр болмасаң да, самғауға жарақ балған жас қыран емессің бе, қорықпа. Сарбастың да бір көрейік ау сөйлесін. Ей бәрекелді.
Жамбылдың Сарыбаспен айтысы да бұрынғы жинақтарда шағын айтыс ретінде берілген. Ал қолжазбамен салыстырғанда Өтеген Саурық батырлар туралы жолдары қысқартылған анықталады. Сондай-ақ басқа да айтыстарынан діни сенімге қатысты шумақтар алынып тасталынған. Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты құрастырған Жамбыл шығармаларының академиялық толық жинағында осы дүниелер жаңа көзқараспен жаңғырып отыр. Кез келген шығармашылық әлем деген ол түп тұқиянмен түгел зерттеп тастауға келмейді. Келесі ұрпақ өз сөзін айтады. Одан кейінгі ұрпақтағы жамбыл шығармашылығын басқаша танып жатуы мүмкін. Біздікі осы кезеңдік деңгейде жамбыл шығармаларының ғылыми академиялық басылымын айналысқа енгізу мақсатында жүргізіліп отырған жұмыс. Бізде Жамбыл атаның өзінің зерттеушілерінің еңбектері, қолжазбалар, оның кейін сол кезде Жамбыл атада болған әдеби хатшылар, аудармашыларының бәрінің қолжазбалары сақталған біздің музейдің қорында. Соларды жарық дүниеге шығарып жатырмыз, жарыққа. Жаңағы ешкім көрмеген фотосуреттер деп, бір экспонат сыры деп атаның жеке заттарын шығарып жатырмыз. Қаншама лекциялар оқылып жатыр, экскурсиялар жүргізіліп жатыр осы немен онлайн. Домбырасың болғанысың, Жамбыл қартың, аңқылдағы адамға, көңілім жарқын әйюгай, Жамбылдың әншілік күйшілік өнері де болған. Әдебиетші ғалым Сапарғали Бегалиннің Сахара сандуғаштар атты еңбегінде Көреғұлы сұлтан, Ыңғай көк, Басшылбай, Күйшілбай, Сұрмерген, Оран сынды жамбыл шерткен 20 шақты күйдің аты аталады. Күйшілігі қайдан дарды дегенде, жамбылдың анасы ұлдан. Оның нағашысы қанадан. Қанадан жас өспірім кезінде қанаданды қарақшылар сол таудың ішіне апарып тастайды. Содан қанадан бір сыбызғы жасап, сыбызғымен күй тартып, сонда бір еліктің лағының дауысын салады. Содан еліктің өзі Қамаданды емізеді. Міне жаңағы Қанадан деген нағашысы өзі күйші, өзі бақсы, өзі қобызшы, өзі домбырашы. Асан Қайғының күйлерін орындаған. Сонда анасы ұлдан менің етегіме Қанаданның қыл-қобызының бір қылы оралып еді. Осы Жамбылдан бір нәрсе шығады деген. Мұхтар Әуезов айтпақшы, Жамбыл азаматтық үннің де ақыны. Ол даланың даңғайыр жыраулары тәрізді, елдің ішкі сыртқы мәселесіне белсенді араласып отырған. Оның мәмілегерлік қабілеті жастайынан байқалған. 1876 жылы Кенесарының ұлы Садық Сұлтан Жетісуға келеді. Содан бері қарай бүгінгі Алматы облысының Жамбыл ауданы жағына келеді. Сонда оның алдына кім шығады? Байда шықпайды, биде шықпайды, Жамбыл шығады. Мен Қырғызға барамын. Мен Қырғызға алып барыңыз, Шәбден Манапқа дейді. Шауысу үшін бара жатқан жоқпын, табыс үшін бара жатырмын дейді. Ал енді ол кезде де ауыз екі сөз тез тарайды. Қырғызға Абылайдың немересі Кенесарының ұлы Садық Сұлтан келді деген кезде әбігерге түседі. Неге келді? Тағы да қырғын боламыз ба? Тағы да шабыс бола ма деп, не істейміз деп. Сосын Жамбыл ертіп келатыр деген кезде барып кішкене өз орнына келеді. Өйткені Жамбыл Қырғыз бен қазақтың арасын жақындатып жүрген, екі халыққа бірдей ірі ақын, ірі тұлға айтыскер еді. Жамбыл музейінің төрінде ілулі тұрған Амангелді батыр бейнеленген кілемде талай сырды тарқатуға негіз. Сол бір дүрбелең кезде 70-ке қараған Жамбыл патша жандармы бұйрығымен түрмеге отырғызылған. 1916 жылғы
жағдай келді. Ұлт азаттық көтерілісі басталды. Сол кезеңде Жамбыл қайда жүрді? Жамбыл көтерілісшілердің арасында жүрді. Атақты Бекболат Әшекеевтің, Сартай батырдың қастарында болып, көтерілісшілерді қолдап Үшқоңырдың бойында, мынау Ұзынағаштың бойындағы үлкен жиындарда мадақтап оларды өлеңге арнап, халықты осы топты қолдауға шақырады. Біз осылай қарап жатамыз ба? Осылай қарап жүріп өлеміз бе? Азаттық жолындағы батырлардың қасында болайық дейді. Азаттық деген сөзді пайдаланады. В струе степного ручья виден отблеск Невской струи. Мротня вам с давней поры, ближе брата, ближе сестры. Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя. Алғадайұлын соғысқа аттандырған әке Жамбыл, мұна Си маркалы радио қабылдағыш арқылы майдан жаңалықтарын үзбей тыңдап отырған деседі. Екінші дүниежүзілік соғыста да Жамбыл жырлары жазылған плакаттар оқ пен оттың арасында ілулі тұрған. Осылайша ол қазақ тілінің құдіретін көрсетеді. Жамбыл менің жаятым, халық менің шынатым деп жырлап өткен дала Гомерінің бүкіл мұрасы, халыққа қызмет етудің, ұлт рухын көтерудің, отанды сүюдің үлгісі. Бұл Жамбыл танушы ғалымдардың тұжырымы. Сәкен Сейфуллин ағамыз айтқан ғой кезінде, Жамбылдың шармалары теңіздің түбінде шашылып жатқан маржан секілді. Оны жинап алып, халқының қолына беру біздің әрқайсымыздың азаматтық парызымыз дейді. Енді менде қосар едім, Жамбыл атамыздың шармасын, осының өмірбаянын, өлеңдерін таныстыру, мына өзіміз ұрпақ ретінде біздің де парызымыз. Өлең кірген түсіне жөргегінде мен болам дейді Жамбыл. Сонда жөргегінде жатқанда түсіне өлең кірген адам. Тар заманда туған, қиындық көп көрген, сол дарын, сол талантын халыққа көрсете алмаған, пұшайман болған адамдардың бірі. Жамбыл Абайдан бір-ақ жыл кейін туады. 2 дана, 2 кемеңгер қазаққа жырдан, ақыл ойдан ұлан байтақ мұра тастады. 1945 жылдың 22 маусымы күні таңғы сағат 7:55-те ақын жүрегі соғуын тоқтатқан. Дәл сол сәтте мына сағат тілі де тоқтап қалған деседі. Бірақ Ғабит Мүсіреповтің сөзімен айтқанда, Жамбыл феномен феникс. Алатаудың әйгілі Жамбылымын, Жамбылымын, өлең жырдың дария. Даңғыдамын әйгілі